келешек болған сияқтысыңдар. Назымды жоғалтып алудан қорқып, бүкіл нәрсесіне көніп атқан сияқты да, бүйтіп қарап отырып, ана нәрсені істегісің, өзінде бар нәрселерін бәрін тыйып жатыр да, айтады ғой, қыз жақсы көріп қалса, ол жігітпен қайда болсын, ауылда болсын, тұра береді, ата-анамен болсын, мына таныстықта бүкіл нәрсеге көнетін Ғалымжанды көріп тұрмын да, мен қазір. Осы Назымның көңілі тыныш болса, мен бұмен ауылға да барам, осының ата-анасымен тұра берейінші дейтін сияқты бір күн ше. Өтте қызғаншақ бұл кісі сосын. Кетіп алатын болса, Балауса ханым, біз қатысушылардан бөлек отырайықшы, ана Розби орындыққа екеуміз отырайықшы деп айтатын сияқты Ғалымжан ше. Сен өз-өзіңді жоғалтып алмашы деп алдың. Мен мына жерде Тимурдың айтып атқанында енді сәл күтсең мен де сол әңгімені айтып алдым да, негізі сен қолдадың ба, түсірдің білмеймін, не айтып кеткенің ше мына жерде. Негізі Ғалымжан таппай қалды деп. Шынымен таппай қалдық қой. Келет отырады, мысалы, әшейін эфирге келген күннің өзінде біз жақсы сөйлесіп тұратынбыз. Бірақ бұл келеді да Назыммен танысты болған кезде. Телефонға бүйтіп үңіліп шкабында отырады, Назым қаяққа баратыр екен деп. Соны ғана қарап отырады. Бізбен сөйлесу деген жоқ та. Сол үшін айтып жатыр, сен кішкене өзгеріп баратсың ғой деген сияқты. Атақ екеуің жақсы, екеуің бақытты болып кетсеңдер, оған бірден бір қуанатын адам менмін. Бірден қазір негативпен кіріп атқаныма, бір екеуі мені жек көреді екен деген ой қалыптасқан ба екеуіңіздің тарапыңыздан? Айтып отырған сұлу қызға күзетші болып қалма деп жатқан сияқты тек қана сізге. Күзетші аңдып жүргенде өзіңізді жоғалтып алмаңыз деп айтып жатқан секілді. Ана жерде простой бір забегаловкаға апарған сияқты тұр, көрініп тұр. Саида. Бір айтсаң өтініш. Анандай сезімі бірінші кезде как будто шынайы болды и қатты болды, а бұл жерде сәл-пәл. Саида не болды? Болды ғой, саған қарамайды, не үшін оны кіре бересің? Болды ғой, он сейчас рядом со мной сидит. Сен ұрыстырудың ондай ешнәрсен керегі жоқ. Білмеймін енді, как шүкір деп атсын, анау деп атсын. Мен сендерді ұрыстырып жатқан жоқпын. Мен саған сен лайықты, көп, күшті, қымбат подароктар деп айтып жатырмын. Әрине лайықтымын ғой, бірақ енді қазір оны айтып қайта-қайта кіре берудің қажеті жоқ. Қарамат не қыласың? Все, успокойся. Балауса давали плоды, поэтому они видите. Бананы – это вообще трава. Знаете, да? Это не дерево, это трава. Вот материнская, она вот давала плоды, закончились. Теперь детка растет. Сейчас материнскую берем, детка начнет плоды давать. Однократно дает. Да. Вырастает, одну ветку дает, умирает. Срезает и идет уже, видите, детки. В общем, бәрі бананның ағаштары. Сразу да. Вот это вырастет. Оливковое дерево дейді. В общем, 100 жыл болған екен. Италиядан әкелген екен. Ар жағында турецкий дерево дейді. Мынау қандай? Это спиленное дерево, это мы здесь спилили и сделали декор для белочек. Видите, там белочки живут. А вот настоящее... Спилили деген не ол? Оно росло где-то, потом... А дерево как называется? Это карагачи. Карагачи, Қарағаш. Біздің оны қарағаштар бұндай. Вот у мамы вашей выращивают фикусы, да? Вот это реальный рост фикуса. 8 метров вырастает. Халыққа қызмет көрсету орталығына биыл 20 жыл екен Түркістандағы. Соңға келіп жатырмыз. Басшылармен, мамандармен танысып жатырмыз. Әртүрлі адамдарды кездесіп, біреуі жақсы оймен айтып берейін, мама Қазақстанға келер кезде билет болмай қалды, одан алды виза шықпай қалды. Бірінші қайқа бар? Мумбайға барды. Индияның Мумбайдан 5 сағат Алматыға ұшып келді ғой. Эфир 2:30-да, мама 12-де келді. В общем, Индиядан прямой келді. Ужас. Рахмет. Нерін көріп өтсің? Қалай көңілмен шығып жатыр ма? Көңілмен шығып жату деген әр адам өз үшін жасайды ғой, бірақ мен бір нәрсені түсінбеймін, неліктен қыздар дайындалып келмеді. Кеше біздің ошибкаларды барлығын көріп, бір үлкен түйін жасап, бір дайындық жасау керек еді. Негізі бізде өте аз уақыт болды, бізде 2-3 күн болды бізде. 2 күн болғаннан кейін бізде суббота күні айтылды. Суббота күні айтылғаннан кейін понедельник, Я 2 күн болды бізде дайындалуға. Сондықтан 2 күн дайындалғанымен кеше біз прям жарып шықтық деп айтқым келеді. Барлық патологың барын біз қойып тастаған сияқтымыз. Идеямен де, креативпен де, бүкілімен. Соны барлығын көріп, бүгін андай түйін жасауға болады. Надан по чуть-чуть алып, күшті дайындық жасауға болады деп ойлаймын. Білмеймін. Көңіл күй көтерілмеген сияқты.
көрініссіз көңілмен шықпады. көрініске емес мен Жігіттерге бола ма деп басында айттым мисс болуға мен таласпаймын. Қазір енді мына босанудың барлық прелесттерін жинақтап алайын, сосын айтам. Әлі тамақ ішкен жоқпын. Душқа түсіп алып үстіне киімді ауыстырайын, мана киіммен әлі жүрмін, құрсын тұрайын, енді бұл жарамай. Жаңа түстім ғой неден, родзалдан. Біз эфирден шығып тамақтануға келдік. Негізі бүгін Нұржан жоқ, қандай бір түрлі болып тұр, бірақ мына жақта күшті өте веселая семейка бар, харизматичная парочка. Жаным, Диора бар. Қайырлы кеш. Бүгінгі кешке астың спонсоры бізде Акадзаки болып отыр. Акадзаки заказ бердік. Постоянно Акадзаки заказ беретін боламыз енді. Прям горячийлары керемет, фри. Мына жерде қатты ұнайтын еще десерттары күшті десерттары бар. Күштілеп бүгін ужин етеміз.